Достың қанаты талатын, шапқан аттың тұяғы тозатын, байтақ даланы ен жайлаған, армысың алаштың арда баласы. Ежелден келе жатқан ана тілі, ата дәстүрі, баба ғұрпы, еліміздің рухани алтын арқауы. Әсемәнімен, көрікті биімен, рухты жырымен, күмбірлеген күйімен, ұлт дәстүрін ұлықтаған ғұрып орталығының өнерпаздарын қарсы алыңыздар. Ерке қызау, бүгін өзің ерекше қылып бұрып тұрсың ғой. Жеңеше, сіз естімедіңіз бе? Ауылға күйеу жігіт келе жатыр дейді. Солай ма? Бәсе. Келдік. Осал ма жігіттер? Осал. Ай, бүгін айымыз оңынан тойын деп тұрау шамасы. Ай, көктен іздегеніміз жерден табылған секілді. Қыздар болса біз дайын. Онда барынша батылдау бол бауырым. Ай, жарады. Ауылыңда
Iya, жай жүрсіздер ме? Шай ішесіздер ме дейсіз бе, жеңеше? Ой, тегі. Жоға, жай жүрсіздер ме дейім? Үмітімізді үзбей келгенбіз. Үріп ауызға салған жандай, қалыңдығымызды іздей келгенбіз. Қалыңсыз қыз болса да, кәдесіз жігіт болмас деген оған не дейсіңдер? Жеңеше, сыр айт десеңіз, сыр айтуға дайынбыз. Жыр айт десеңіз, жыр айтуға дайынбыз. Ән айт десеңіз, ән айтуға дайынбыз. Онда не тұрыс? Кәне бастайық. Кәне баста. Оты дайын таранған, сұңқар дайын сыланған, сұлу жібек армекен, құлап түскен қос жылан, қолан шашың иықтан, ойында бірмін бар мекен, қасы көзің қиялы, будай мойның иелі, ақ маңдайлы ақша бет, жүрекке салмас қалай өрт, ақ сабағың үзілген, тісің мерует тізілген, бейне бір бетің қар мекен, ата арытып, қон тозып, алтай жүріп, жол кезіп, келіп тұрған алыстан. Төлегендей мұрсаныңы, арманы сірі, бар мекен. Бәрекелді. Жігіттердің жыры да сыры да ұнады қыздарға. Ал ендеше жеңеше, не тұрыс? Екі жақсы қосылса, бірін-бірі тастамас дегендей жақсылардың басын қосып, қуанышқа бір куә болмадық па?
Ай, тамаша. Ғұрып дәстүрлі өнер театрына бір қошамет ұрып қояқшы, Кәнеке.